Алып анадан туат деген сөзді бәріміз естіген шығармыз. Бұл жердегі алыптық деген мәселеге кішкене кеңірек қарауды мен сіздерге ұсынамын. Алыптық деген тек қана физикалық тұрғыдан алып болу емес, оның эмоционалдық тұрғыдан немесе интеллектуалдық тұрғыдан, тіпті рухани тұрғыдан алып болу мәселесі екенін ескеруіміз керек. Әсіресе қазіргі таңдағы шарттарды ескеретін болсақ, қазір физикалық алыптықтан көрі баладағы интеллектуалдық және эмоционалдық және рухани алыптықтың әлдеқайда маңызды екенін бәріміз білеміз деп ойлаймын. Себебі бұрынғы кездерде тарихта физикалық алыптық маңызды болған болса, ал қазір интеллектуалдық алыптықтың, эмоционалдық алыптықтың алдыңғы қатарда екені ол жасырын емес. Сол себепті алыпты дүниеге алып келетін аналарымыз оның тек қана физикалық тұрғыдан ғана алып болуын емес, интеллектуалдық, эмоционалдық тұрғыдан да алып болу керек екенін ескеру керек. Және де осы алыпты дүниеге алып келетін аналарымыздың осыған дайын болуы және осы қасиеттерді өзінің бойында сіңіру өте маңызды деп ойлаймын. Яғни осы жерден байқалатын нәрсе, демек біз жар таңдауға ерекше көңіл бөлу керекпіз. Яғни өзіміздің ұрпағымыздың болашақ анасын таңдауға ерекше көңіл бөлу керекпіз. Енді бұл жар таңдаған кезде бізге сондай алыптарды алып келетін аналарды таңдай алу үшін бірінші, демек бізде қыз баласының тәрбиесі, яғни болашақ аналардың тәрбиесі ерекше маңызды екенін ескеруіміз қажет. Яғни болашақ аналардың, қазіргі қыздарымыздың ертең осындай алыптарды дүниеге алып келе алу үшін бүгін оларға біз ерекше көңіл бөлу керекпіз. Олардың жан-жақты дамуына мүмкіндік жасау керекпіз. Олардың тек қана физикалық немесе денсаулық тұрғысынан ғана мықты болуына ғана көңіл бөлмей, онымен қатар олардың интеллектуалдық ақыл тұрғысынан өздеріне керекті, қажетті білімді толық ала алу мүмкіндігін жасау керекпіз. Онымен қатар эмоционалдық тұрғыдан, яғни эмоциялық тұрғыдан, яғни сезімдерін еркін қолдан алатын, сезімге бай және де өзінің сезімдерін басқара алатын ұрпақ тәрбиелеуге көңіл бөлу керекпіз. Одан да бөлек, ең бастысы рухани тұрғыдан бай болатын жаңағы болашақ аналарды тәрбиелеуге ерекше көңіл бөлу керекпіз. Енді кейбір кездерде, кейбір жерлерде қыз баласының оқуы қатты қажет емес екенін, оның басты міндеті бала табу, ана болу екенін айтып жатады, бірақ та бұл бір жақты ғана қарастырылған ой деп ойлаймын. Иә, дұрыс, тек қана білім қуып, отбасын ұмытып кететін болса, отбасы құруды кешіктіретін болса, негізі ана атану деген ерекше қасиетке көп қатты мән бермей тек қана бір жақты білімнің артынан кетіп қалатын болса, онда бұл айтылған пікірді мүмкін орынды деп қарастыруға болар. Ал бірақ та бұл ұрпақты дүниеге алып келгеннен кейін оны шынымен сондай бір алып қылып тәрбиелеп, шынымен ертең Қазақстанымыздың болашағы болатын азамат қылып тәрбиелеу үшін біздің аналарымыз, біздің қыздарымыз, олар білімді болу керек, олар оқыған болу керек, олар жан-жақты болу керек. Әсіресе қазіргі кезеңде бәсекелестіктің артқан дәуірінде, егерде біздің қыздарымыз, біздің болашақ аналарымыз егер оқу жағынан немесе басқа да қасиеттер жағынан кері қалып қоятын болса, онда біз әлемге бәсекелесе алатын алыптарды дүниеге алып келе алмаймыз, оларды тәрбиелей алмаймыз. Сол себепті менің ойым, біздің қыздарымыз оқу керек, біздің қыздарымыз білімді болу керек, жан-жақты болу керек, және соған бірінші кезекте әкелері және аналары барынша жағдай жасап, олардың болашақ алыптарды дүниеге алып келетін алып аналар бола алуына бар жағдайды жасау керек деп ойлаймын. Бірақ ең бастысы тек қана білім деп жүріп, отбасыны ұмытып кетпеу керек. Яғни менің ойымша қыз баласы, яғни аналар, олар керек болса академик те бола алады, керек болса керемет бір дәрігер де бола алады, керемет ұстаз да бола алады, бүкіл мамандық иелері бола алады. Бірақ ең бастысы өзінің отбасымен бірге қатар алып жүре алу мәселесін қарастырғаны дұрыс деп ойлаймын. Енді бұл утопиялық мәселе емес, өйткені қазіргі таңда біздің қоғамымызда да, жалпы әлемде де өзінің отбасымен бірге, өзінің кәсібін, өзінің жаңағы осылай дамуын бірге алып жүрген әйелдер өте көп деп айтуға болады. Тіпті қазіргі біздің Қазақстанның өзіне қарайтын болсақ, біздің қоғам үшін, мемлекетіміз үшін ең маңызды болып есептелетін денсаулық саласында, білім саласында ең басымдықты әйел кісілер ұстап отыр десек болады. Егер де қыз баласы оқымасын деген пікірді ұстанатын болсақ, немесе қыз баласы қатты білім алу шарт емес деген секілді ойларды ұстанатын болсақ, онда
біздегі денсаулық саласы, біздегі білім саласы құлдырайды деген сөз. Ертең бізді емдейтін немесе бізді оқытатын адам таба алмай қалуымыз әбден мүмкін. Сондықтан да бір жақты ойламай, жан жақты ойлауды бәріңізге ұсынамын. Бәріңізге сәттілік тілеймін.